Жакшылар, здравствуйте. Күндүлүү жерлештер Алтай Республикада, анайда Каноз аймакта, Үзе Алтай Республиканын аймактарында бүгүн 17 май 2020 жылдың Австрияда көрөр буганды жараш жалаңдар. Мындай Үзе культуралар үзүп жады. Поезд көрөр, скорый баштап. Бүгүнкү күндө 17 майда 16.131 киши жаңы коронавирусный инфекциялы заражаться эткен, 600 кишинен ажырап ожоп калган, 4-1 киши ИВЛ искусственная вентиляция легких аппараттардын алдында эмденип жады. Бүгүнкү кыскарта видео сюжетте мен толуу сөздө айтырга саналган политический иммиграциялы политический убежищени канайда алып турган, онойдо канай Россиянын улус чыгаар аргалуу. Онда 4 арга бар. Баштапкысы ол самолеттор, воздушный транспорт, экинчиси железнодорожный транспорт, үчүнчүсү автомобильный транспорт и төртүнчүсү речной морской транспорт, корабльдер. Погрануправление ФСБД информационная программа бар, онун аты магистраль кажыла. Россиянын гражданины ажыра кетсе, онда магистральды программада штампик тургузган паспорттан. Мен чыгарымда Россиядан, менде ондай штампик да жок, оны магистральда мен регистрироваться этилбегем. Ол андай тонкостер, секреттер бар, оны мен кучундарым, оны. Анан ары баса нени айтырга саналган, күнзеген улус десе Европейский Союздун орондорундан политический убежище алып, баштапкысында паспорт болор керек, заграничный. Экинчисинде десе шенгенский виза алалар керек. Үчүнчүсү десе олар бойлору шүүп алар керек, кандай орондон барып жаткан. Канайда олар десе политический убежище сурар. Онойдо охондо варианттар бар, канай чыгаттан деп. Баштапкысында эң андай интересный вариант бар, Нестеровский поезд деп аталтыран, Москва, Калининград деп поезд. Онун баасы где-то 2200 алхой. Онан Калининградта баштапкы станция бар, Нестеров деп аталтыран. Ол күчү десе, осола баштап российско-белорусский границаны анда пограничниктер көрөр. Анан кийинен Беларусь пограничниктер көрөр. И жаңыз 3-чү границада Республика Литваны өтсө, вот ондо политический убежище жаңысылап границаны өткөн тушта ол граждандар сурар аргалуу. Мен кадайда өткөн, мен оны боюм өй келер, мен оны үсө кучундап берерим. Эмди бүгүн десе мен баса соолум кучундап берерге саналган не керегинде. Онда миграционный лагерлер болуп турган, көп башка мусульман укту, африкан укту, башка өскө орондордон улусты экелип турган. Мен келген баштапкы лагерде онда көп муслимдер болгон. Мен ол керинде кучундагам, олар десе уй мал урдап, койлор урдап, анайда көп тутуртулаган болгон. Менин болушумла олар десе тутуртулаган, ол кой урдаган афганецтер. Анан десе ол администраторлар, мен ону жарашпай калгам. Эмне үчүн десе олар болушулап баштаган, ол урчуларга. Мен суратым, мени өскө лагерден көчүрөр миграционный, меге десе кошту жакшы Кудай бар деп айтып жатырым. Австриян республикасында мени австрийская столица Венаның жанында бир городто көчүрүп ийген. Анда жаткан, ол десе ачык лагерлер, ол ары бери баскындарга жарар. Закрытый эмес, түрмө ушкуш эмес. Вот. Нези жакшы десе, мен ондо баштапкы катап катчыга туштагам, немецкий тил үйрөттүран, австрийский. Мен утабайлала экзамендерди жакшы тапшырып ийген. Ол баштапкысы плюс. Экинчиси плюс, ондо мен дорожно-строительный управлениеге иштеп кирип алдым. И ондо өзү австриецтер иштегилип турган. Кучундажар тил жүклө австрийский, немецкий тил. Ол экинчиси плюс. Үчүнчүсү, онда акча төлөп турган. Оны мен иштегем дорожно-строительный управлениеде, ол же Горный Алтай автодорго түңөй примерно ондай объемду жаан ондай организация болор. Вот. И онда бассейн болгон, спортивный зал болгон, мен онда улайла заниматься этер болгон. И онойдулу онда душевой болгон, ванный болгон, мен онда улайла жуунуп турдум.
Нені улам оны мен чоқымдап жадым. Не үшін десе, ол миграционный лагерьде жаңғысылы этажда бір туалет, вернее, 2 туалет болған, мужской, и онда совмещенный 3 кабинка, душевой кабина олне. Оның улам десе, ол қанша онда где-то 35 кіші жатқан болған. Афганецтер көп сабасы. Олар де менің бойымның сана шүлтемле, олар наркомандар. Жантайын, гашиш таңқы тарттар, ол емесі кокаин, героин, білбесім, те бойым көрпегім, те мен оны да сананып тұрмын. Предполагаю деп айтады орыста. Ненің улам десе, олар қашыла күн ештен тұрады, көстері үзе затуманины. Мен наркомандарды көрген болған, мен юрфакта Горналтайсты үйреніп, ол ондай ұшыралдарда тұштап көрген болған вокзалдың жанында, ондай наркомандардың көстерін турақ ұшында ере жүйілған ұстарады өйне. Оның улам көп сабасында білбей тұрым те, ол централизована тербе, ондай администраторлар, ол ондай миграционный лагерлердің өскі ұқты маслимдерге ориентированы емес не, те мен ұшқыш ондай алтай кешіген, олар меге болушыла баған не. И тем более ол баштапқы лагерлер, екінші лагердің ол бір фирма бол қалтыр, ондай холдерлер не. Онан бір қатап мен немецкий тіл үйреніп тұрарым да, мен десе уже на выходе не экзаменде табыштар керек, бір администраторды ол озығы лагердің директоры жеткелі меге айтқан есе, мұнда не тұрам деп не, а мен мұнда жаттырам дедім. И онан сыр-бор какой-то начался, и меге десе, мұнайды ашты, біз сені үскі лагерден, 3-ші лагерден қарасың, бізге жарабайдыран деп не. Ну ладно, хорошо. И мені десе, практически 1 километр Венанан кичине ондай дорф теримдеге апарар деп ондай жахан келді. И машинаны ештене бойыңда барың не. Это уже писты не волнует деп не. Тамла там ыратып үскі лагерден ондай распоряжение жеткелді. Хорошо, мен ол ДРСО-ның грузовикті сұралдым директордан. И мен айттым, мен жаттыран жерден үскі лагерден көчіш жатыр. Рағы десе где-то 2 километр деп. Ну ладно. Проблема жоқ, бізге грузовикті берерсіз. И мен ары көчердім. 3-ші лагерде мындай бол қалды. Жанында жатқан ол десе Иранның где-то 1,80 метрге жуықындай шайрақ қап-қара сақалды ондай жейді ол, где-то 20-25 жасқа жуық. Оны дүнілі десе, найда двухъярусный кроваттар, где-то қанша бір 8 метр ұзыны, 7 метр мынайда улалғаны, онда жан комната. И онда 4 орын, 2 двухъярусный орын. И ол күлік десе, просто наларды мынай орынды үзе айландыра бойының штора ұшқыш немет алан, 4-5 жас ертендіраға жетірі бойының иранский киноларын көреріне. Уйықтарға бербесіне, қатқырар, баса ғана хихиға жетер, осырыер, извините за мой французский, уйықтарға жазап бербесіне. Онан мен арайынан көрер деген болса, ол күлік десе, европейский бүдішті ұлыстың мойындарын десе кезіп пычақлане, как түрге қойды ғана кесілгіліктірін. Ондай сары киімді, как Гуантанамо түрмете ұлыстарды кездірелі, ол ғана кинчектеп өлтірілеттірін. Вот ондай кинолар көрттірін болдыр. И мен жарабай қалды, меге ондай смертник ұлыстарла ғана жаныңда ұйықтап жадатшыма, ұйықтап жатса қағалы кесі ғана яраң бітіне. Вот, яну давай десе мен бюргомайстерға бардым, ол Дорфтың аштым, бұл сілер мені қандай комнатан жатырыс көнер. Жарабай тұрған деп не. Онан яну давай десе, ол 3-ші лагерден кейінден менде ондай арға болды, квартирадан көтшіріне. Жан көп ақша емес, онда төлестен не, бойының алдынан өсіл төліп жатарың, мен көтшістім не. И вот оныңла кейінінен уже удабай 1 жыл болғалар, менімді квартирада жатып тұрғам не. Ол ондай маслимский күліктерлі қоштой жатпай жатың. Несінде санарға басың, нені үшін десе, ол ондай лагерлерде жатсаң, администраторлар көп сабасында десе, өскі ұқты ұлысқа емес не, ол ондай общий талпаға жуық болсын деп ондай жахандар шығарылаптыра не. Нені үшін десе, білбей тұрым, мен оны айлапай тұрам не, бойыңыңла күйініңді қорып жатырың не. И вот оның кейіненен мен бойымға ондай сана шүлте еттім, жүклі бойырдың күйінерді қорып жүрер не. Өскі ұлыстың емес не, ол емезе группа деп не, ол оларлық уже бір қойдыршылап не, мараш жүрген етіп емес не. Вот ондай не. Баса қандай сана шүлте айты ерге саналған. Сергей Михайлов, Листок газеттің иесі,
единственный республика Алтайда оппозиционный газеттің езі меге құчындады. Уголовник Айташев амыр сұраған деп база политическое убежище табарға сананған, база қандай ол меге санама кірбей тұру ВКонтакте бе социальный сетте сұрақтар атқарған болған, база қандай. Мен айттым, оғы қарусын, не сен вопросы напиши, сұрақтарды не мен күйінім келсе, мен сізге қарусын берерім деп. Ол Айташев материктан баштаған база қандайды. И, грубо говоря, мен оны басалы, как Адарина на 3 буквы ласковых отправил, не очень десе, қашыла кешіп ойының алдынан баштан тұрса, не сұрақтарла, не пожалуйста деп сөз бар, не а утурала унай материтан тұрса, нахойлап тұрып, онды кешілі қанай құчында шатшын ба. Любой аймақта, не улағанда болсын, қошағаша аймақта болсын, улауылда да жаттыран улысқа, допустим, интервью етіп, не мұндай сұрақ берерге тұру дейлі. Айташевты уже Михайлов сентябрь айда 2019 жылда уволил, не. А ол кеше бұл 2020 жылда емдегенше листокты іштеп тұрған деп, не. Төгіндеп и подставляя Михайлова, еще менен сұрап тет, не. Айдар Владимирович, болушы берсең, политическое убежище ғана алтыран деп, не. Ол оның бойының технологиясы бар, это секрет деп, не. И потоплыған дейді уголовниктарға оны ғана құшында апарады. Вот он дейді. Атақызында ставьте лайки, ян башпарақты өрейдігер, үйлеш тұрар, делитесь этим видео, құшындап жүрер. Алтайдан бойырдың күйінерді база қорылап жүрер, депутат болсын, болсын, бойырдың ар бүткенерді, бойырдың сана шүлтерді преследовать едіп тұрса, үзе документировать етіп тұрар. Вот ондай совет не. Жақшы жүргер, найды едігер.